депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Бозымбаевқа арналады. Құрметті Қанат Алдабергенұлы, Арал теңізінің тартылуы баршамыздың алаңдатады. Теңізді жобалық көлемде жетісу үшін бір реттік 5 миллиард текше метр су қажет. Сондай-ақ оны қалыпты деңгейде ұстап тұру үшін жыл сайын 2,5-3 миллиард текше метр көлемде су құю керек. Анықтама ретінде айтсақ, 2020 жылы Арал теңізіне 1,6 миллиард куб су түссе, 2021 1 миллиард 200 миллион түсті, 2022 800 миллион, 2023 жылы 2 миллиард 40 миллион су текше метр түсті, 2024 жылы 2,5 миллиард су түсті. Вегетация кезінде сәйкесінше көршілер орташа есеппен 30%-дан аспайтын су жіберіп отыр. Біздің алдымызда тұрған ең маңызды міндет солтүстік Арал теңізін сақтап қалу арқылы Арал дағдарысын қоршаған орта мен теңіз маңындағы тұратын адамдардың өміріне тигізетін зиянды әсерін азайту. Жыл сайын әсіресе вегетация кезінде Сырдария өзенінен төменгі жіберілетін судың азайтылуы Сыр өңірінің экономикалық және экологиялық жағдайы мен халықтың тыныс тіршілігіне қиын тиіп жатыр. Соңғы жылдары Өзбекстан орналасқан Арнасай көлдер жүйесіне көп көлемде су жіберіліп келеді. Егер 23 жылы су тасқынының алдын алу үшін жіберілсе, 24 жылдан бастап жоспарлы түрде тасталуда. Қаңтар айында өткен Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы су қатынастары барлық бағыттары бойынша ынтымақтастықты тереңдету бойынша ұсыныстар әзірлеу жөніндегі бірлескен жұмыс тобының отырысында Арнасайға 1 миллиард 542 миллион текше метр су жіберу туралы келісім жасалғаны белгілі. Бүгінде Арнасайға 1,5 миллиард текше су жіберіліп, келісім орындалуына қарамастан Арнасайға су жіберу жалғасуда. Салдарынан ақпан айында Сырдария өзенінің төменгі ағысына жіберіліп жатқан су 100 текше метрге азайса, наурызда су жіберу көлемі 200 текше метрге дейін азайтылды. Солтүстік Арал теңізінің тартылуы күрделі мәселе бола тұра, Арнасайға 50 текше метр су секундына су жіберіп, көрші елдің көлін толтырумен айналысып отырмыз. Бұл жерде мемлекетті аралық су шаруашылығын үйлестіру комиссияларында Арал теңізінің толтыру мәселесін басымдық ретінде қарастыру қажет. Төменгі жіберілетін судың азайтылуы солтүстік Арал теңізінің тартылуына күрделі мәселесіне айналуда. Суды аз келу салдарынан соңғы 4 жылдың қатарында тұрақты су аруға бекітілген лимит қайта қаралып келеді. Нәтижесінде күріш егісінің көлемін қысқартуға мәжбүр болдық. Мысалы, өткен жылы сулы жыл болғанымен күріштің егіс көлемі 3-8 мың гектарға қысқарттық. Күріш егілмей қатты тұздалған топырақта басқа дақылдардан жоғары өнім алу мүмкін емес. Аймақтың бұл ерекшелігінде де ескеруіміз қажет. Сонау 90 жылдары шаруашылықтардың қаржылық жағдайларын төмен болуынан күріш егісі 64 мың егілген кезде ауыспалы егістік 46 мың гектарды тұздану салдарынан айналымнан шығып қалды. Сол себептен күріш өсіру экологиялық маңызы және күріштік алқаптарды суға бастыру арқылы топырақтың тұздануы төмендетуге мүмкіндік береді. Сыр өңірінің экономикалық және экологиялық жағдайын, халықтың тыныс тіршілігін Сырдария өзенінің сулылығына және Арал теңізінің жағдайына тікелей байланысты. Жоғарыда айтылғанның негізінде, құрметті Қанат Алдабергенұлы, Арнасайға су жіберу дереу тоқтатып, Шардарадан төменгі тасталатын судың көлемі 650 куб секундына жетуге қолдауларыңызды сұраймын. Құрметпен Аманат партия фракция депутаттары Ергешбаев, Искендиров. Рахмет.